Сәлем достар, біз бүгін бұқтырма жасаймыз. Бізге керегі, яғни 1 кило картоп. 1 кило картопты алып, әдемілеп өзімізге қажетіндей орташалап турап, өзімізге қалыптасқан күйде турап аламыз. Одан кейін бізге 2 пияз керек. Ол 2 пиязды жақсылап өзіміз әдемілеп, орташа қалыпта тағда турап, әдемілеп турап дайындап аламыз. Сонымен қатар бізге керек 1 килограмм ет. Қой еті болады, жылқы еті болады. Сосын өкпе керек бізге 300 грамм. Сонымен қатар жүрек 100 грамм, бауыр 100 грамм, іш май 100 грамм керек. Сосын бүйрек керек 200 грамм. Осы бұқтырмаға керек заттарымызды дайындап аламыз. Бірінші жақсылап іш майды алып қуырамыз. Яғни іш майымыз ерігенше. Іш майды жақсылап қуырып, ерігенше осылай майы шығу керек. Сосын үстінен етті салып, етімізді 20 минут қуырамыз. Етті жақсылап қуырамыз. Етті қуылғанда тұз салудың қажеті жоқ, өйткені өзінің тұздалған тұзы болады. Яғни бұл қой сойғанда немесе соғым алғанда жасасаңыздар сіздерге өте таптырмас дәмді тамақ болып есептеледі. Жақсылап етімізді қуырып аламыз, үстіне туралған пиязымызды саламыз. Пиязды әбден жақсылап қуырып аламыз, сап-сары болғанша қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алып, одан кейін жаңағы кішкене еттің суы шығады. Сол кезде кішкене тұз себеміз. Өздеріңіз дәмдеріңізге қарай тұз сеуіп отырсаңыздар болады. Сосын үстінен картопымызды, туралған дайын картопымызды саламыз. Осы жерде де тұз сеуіп жіберсеңіздер болады. Одан кейін үстіне жаңағы өкпе, бауыр, жүрек, бүйрек бәрін саламыз. Әдемілеп өзіміз қалағанымызша турап алғанымыздың бәрін жақсылап үстіне салып, бір келкі қылып, әдемілеп жайып, бір келкі қылып салып алып дайындаймыз. Өкпемізді саламыз тоже. Осылай тамақ істеп жатқан кезде бар ойымызды, ақыл ойымыздың бәрін жүрегімізбен істесек, яғни ол өте дәмді болып шығады. Өкпе, бауыр, жүрегіміздің бәрін салып алып, енді бетін кішкене тұзымызды себеміз, өзімізді қалауымызша. Одан кейін капустамен жабамыз бетін. Капустамен жапқан кезде бұл өте дәмді, ылғалды, әдемі, сочный болып шығады. Капустамен жауып аламыз, бір келкі қылып, барлық жерін капустамен жабамыз. Капустаның үстінен ештеңемен жабудың қажеті жоқ. Осыдан кейін қазанның қапағын жауып, 40 минутқа қойып қоямыз. Капустамен жауып шығамыз, әдемілеп осылай бір жерін қалдыртпай. Барлық жерін жабық күйінде. Өте дәмді, махаббатпен, жүрекпен істесеңіз, өте күшті тамақ болады. 40 минут өтеді, 40 минуттан кейін осылай ашамыз. Араластырып ыдысқа салып бересіздер. Қараңыздар, картошкасы бір қалыпты, еті деген балбырап піскен, капустадан да өте жұмсақ болып піскен. Капусталарымыз өте дәмді болған. Міне ыдысымызға салып, бетіне пияз турап салып береміз. Отбасымен кешкі асқа, түскі асқа дайындауға болады. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазыламыз.